адам өмірінде ерекше орын алатын басты, маңызды тұлға. Мұғалім әрқашанда болашақ үшін қызмет етеді. Өйткені мемлекеттің өсіп өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы ұстаз берген білімде екенін естен шығармаған жөн. Осы орайда алаш көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсыновтың мынадай сөздеріне үңіле кетсек: мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әдемі мектепте керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім. Осындай аталы ұғым әрбір ұстаздың ұстанымы болуы шарт. Ұстаз үздіксіз білім алып, сол білімді оқушының жетік меңгеруіне көп күш жұмсайды, еңбек етеді. Оқушымен жұмыс барысында нақты, дәл формула жоқ деп ойлаймын. Тек бір ғана ортақ нәрсе бар. Ол балаға деген жылы жүрек, іңкәрлік, адал еңбек. Оқушы деген кішкентай ғана психолог. Оларды алдай алмайсың. Олар біздің ерік жігерімізді, көңіл күйімізді, осал жерлерімізді, өздеріне деген адал қарым-қатынасымызды бәрін айтқызбай ұғып тұрады. Біз сол балалармен бір толқында жүріп, білім нәрімен сусындата білуіміз керек. Ұстаздың күші білімде. Ұстаздың күші баланың барлық жақсы қырын ашу, кез келген қиындықтан шыға алатын, қоғамға ашық тұлға тәрбиелеу, яғни бір сөзбен айтқанда жан-жақты, функционалды тұлға қалыптастыру. Биология пәні оқушылардың функционалды жаратылыстану ғылыми сауаттылығын дамытатын құралдың бірі. Биология пәніне деген қызығушылығы мол, жан-жақты дарынды оқушылар көп кездеседі. Олар халықаралық, республикалық, облыстық деңгейде жүлделі орындар алуда. Экологиялық білім беру барысын мектеп табалдырығынан бастаған жөн. Осыған орай экология негіздері Basis of Ecology атты таңдау курсын жаздым. Бұл курстың мақсаты қоршаған ортаға жауапкершілікті арттыру, оқушылардың өзіндік тұжырымдары мен көзқарастарын дамыту, ұсынған ойларын іс жүзінде қолдану арқылы экологиялы сауатты тұлға қалыптастыру. Қазіргі таңда оқушылар республикалық, облыстық, ғылыми жобалар мен зерде республикалық зерттеу жобалары конкурсының облыстық кезеңінде жүлделі орындар иеленді. Ұстаздың күші оның өзін-өзі үздіксіз жетілдіруінде. Білім жүйесін көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Қазіргі таңда сапалы білім беру үшін ұстаз жан-жақты академиялық білімді болуы, өз мамандығына деген сүйіспеншіліктің болуы, балаға деген адалдылықтың болуымен ерекшеленіп отыруы тиіс. Өз тәжірибелерімді, функционалды оқытудың ерекшеліктерін облыс, аудан көлемінде өткен семинарларда, тренингтерде бөлісіп отырдым. Ал зерттеу жұмыстарымды Оттавада, Италияда өткен халықаралық ғылыми практикалық конференцияларға жариялап отырдым. Мен ұстаз болғанды мақтанышпен айта аламын. Ұстаздың күші өз ісіне деген сенімділікте. Бүгінгі күні шәкірттерім үздік жоғары оқу орындарында білім алуда. Келешекте бірі дәрігер, бірі мұғалім, бірі фармацевт атанады. Құрметті алымның резервісі, сізге педагогикалық дарыныңыз, біліктілігіңіз және шәкірт тәрбиелеу мен оқыту жолындағы ұзақ жылғы еңбегіңіз үшін шын жүректен алғысымды айтамын. Бүгінгі күнде мен Бақтыбек Наризат Мұратбекқызы Қазақстан Республикасының ұлттық мемлекеттік архивінде қызмет етудемін. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның демекші. Бүгінде менің жетіп жатқан әрбір жетістігімнің бастамасы ол сіз деп білемін. Сізге айтар алғысым шексіз. Шәкірттерімнің қатайған қанаттарын көріп, өз ісімнің нәтижесі екеніне көз жеткіздім. Ұстаз болу үшін ақыл керек, білім керек, күш керек, сол үшеуін асқақтатар іс керек.